Мен негіз бүгін таксовать етіп жүрген жоқпын. Бүгін демалыс болғасын, қатынымды киноға алып келейін, демалдырайын деп киноға кеп, сонымен шығып кетіп, жаңа қатыныма машинаны қыздыра бер деп, өзім туалетке шығып алайын деп, мына жерге келе жатыр едім. Мына жерден бір ара шығып, алдымнан ғұз деп былай жат, ғұз деп былай жат, былай қағам, ақыры кеп мына жерін шақты түбінде. Сөйтіп тұрам, мына бір оңбаған келді, аға дезинфекция жасау керек деп, дуки сеуіп берді мойныма. Сөйтіп, рахмет деп, тәуекел дезинфекция жасау, құрамында спирт бар ғой деп, сеуіп алып машинаға барам, қатын иіскеп отырды да, оңбаған неме мені машина қыздыруға жіберіп, өзің туалетте қай қатынмен жабысып тұрсың деп, мынау не мойның қызарып тұр деп, маған дауыс көтереді. Алдында қатын сабап жібердім сонымен. Мен мыналарды кінәлаймын соған. Анау Инстаграмда бар екен, парфюм де ви деген, соған кіріп оңбаған деп жазыңдар. Арай Сити молдың бірінші этажында, сулпактың алдында тұр. Мужскойын да, женскийін да, жаңағы бөлмеге қоятын да алмаңдар. Иістері күшкен, бірақ сонда да кемеңдер бұларға. Оңбағандар неме. Адамдарға көмектесе қойын десең осы ғой, менің алдыма келді да, мына жерден ара шықты. Ара шыққаннан ана кісіні шағып атқаннан мен жүгіріп шықтым да, алдымда не бар? Женский тұрған ғой, осыны алдым да, барып себе салдым. Ол кісінің мен білген жоқпын, әйелі есіктің алдында күтіп отқан, хайбай шығып атқан, өйтіп хайбай шығатынын білгенімде мен деген мынандайды себуіме болатын еді, үйге қоятынды. Немесе мужскойдың неше түрлі бар, және де бізде унисекс деген бар мысалға. Унисекс деме қойсен балам, айналайын. Осы тұрғанда менің семьямды унисекс қылып тұрсың сен бала. Өйтіп сөйлеме вообще. Мен мысалға білген жоқпын, білсем жақсын мужскойын сеуіп берер едім. Данный время мен адамға көмектескім келді тазасын. Бізде барлық түрі бар иістің. Кез келген әйелге, еркекке, үйге қоюға керемет иіс сендіргіштері бар бізде.